түсінбедім. Сонда сіздің кезінде шешеңіз өзбек болған шығар. Онда шешеңіз алдын балталап шауып өлтіріңіз, одан кейін бияқта өзбектер не қыласыздар. Осы өзбектің атынан емес пе нан жеп тамақ жеп отқандарыңыз. Не деп оттап отырсыздар? Түбір түпкіріңіз өзбек қой бүйтіп келсе. Бүкілінен қазақтар негізінде қазақ пен өзбектің шешесі бір ғой. Неге ұлт бөліп отырсыздар? Мен де өзбекпін ал. Сіздерге сарт қазақ деп айтса, қалай естіледі құлақтарыңызға? Жақсы естіле ма? Өзбектің атынан нан жеп отқан жоқсыздар ма? Қазақстан отқан болсаңыз, су басқан кезде қай жақта жатқан едіңіздер? Сол өзбектер ғой келіп тұрып бүкілінен су басқан елдің бәрін ақшалай үйлей асырап неғып қарап отқан қарындарыңызды тоқтатып, осы өзбектердің атынан емес пе? Тамақтарыңыз бүтін болып жүргендер, балдарыңыздың қарны тоқ болып жүргендер, намыс қылыңыз. Сіздерді мен адам деп, вообще бір шеше деп айтуға тілім бармайды, арқылам негізінде. Шыны керек. Ұялыңыз өйтіп күрпада отыруға. Шын айтамын, бар ғой, күн болсаңыз о болыңыз. Сізді, например, осы уақытқа дейін мына мен бүкіл қазақтардың ішінде отқан болсам, бірақ өзбекпін мен. Осы қазақтармен мен шешем, тура шешем бір сияқты, бір намымды бөлісіп жейміз. Огурт деген огуртында бірдеме жақсы болып шықса, мына не деп огуртын дегеннен деп тапсырмақ дейді бізде. Сондайды алыңыздар, сауабы тисін деп беремін мен. Сонда немене? Мен сонда қазақтардан қорқаным үшін отырмын ба? Кішкене тілдеріңіз ет бермей, кішкене нормально сөйлеңіздер. Қаншама өзбектер отыр мына жерде, намысына тиіп отырсыздар. Түбір түпкірін тескертсеңіз, сіздің шешеңіз өзбек болып шығады. Сонда шешеңізді соғып өлтіріңіз, одан кейін бияқтағы не қыласыз. Қаныңыз, қазір мен сөзін естіңіз да, қана сізге қалай тиеді екен намысқа. Негізінде түбір түпкірін тескергенде өзбектер емес, қазақтар негізінде мал болады екен.